Салим, достар! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я подготовила для вас урок, посвященный чтению и переводу. Тема урока «Менің үйім». Мен екі қабатты жекеменшік үйде тұрамын. Бұл үй кең, жарық және жайлы. Қонақ бөлмесі, ас үй және кабинет бірінші қабатта. Мұнда тек 3 бөлме бар. Ең кең бөлме қонақ бөлмесі. Ортасында диван тұр. Оның қасында сопақ кілем жатыр. Диванға қарама-қарсы қабырғада теледидар ілулі тұр. Терезенің алдында журнал үстелі тұр. Ас үй қонақ бөлмеге қарағанда кішірек. Оның панорамалық терезесі және террасаға шығу жағы бар. Бұл бөлмедегі жиһаздар ықшам. Ас үй жиһазы есіктің сол жағына орнатылған. Ас үй үстелі мен орындықтар ортаға қойылған. Менің кабинетімде жазу үстелі, шағын диван, кітаптарға арналған сөрі және кресло бар. Бөлмедегі терезе үлкен емес. Диван терезенің оң жағында тұр. Қасында кітап сөресі орнатылған. Қарсы жақта үстел мен кресло бар. Екінші қабатта 3 ұйықтайтын бөлме мен дәретхана бар. Барлық демалыс бөлмелерде 2 орынды кереуеттер бар. Бір ұйықтайтын бөлмеде үлкен биік айна мен тартпалы аласа шкаф тұр. Бұл жиһаз кереуеттің қарама-қарсысында жақсы көрінеді. Қалған 2 бөлмеде киім ауыстыратын бөлмелер бар. Дәретханада үлкен ванна, қол жуғыш, айна және зат қоятын шкаф бар. Маған қабырғада ілулі тұрған дөңгелек айна қатты ұнайды. Жуынатын бөлменің жанында жұмсақ кілемше жатыр. Терезелерде перде немесе жалюзи жоқ. Маған күндізгі жарық ұнайды. Достар, сначала я буду переводить каждое слово, а затем все предложение. Менің үйім, мой дом. Мен, я, 2 қабатты, двухэтажный,
Жекеменшік, частный, үйде, в доме, тұрамын, живу. Мен екі қабатты жекеменшік үйде тұрамын. Я живу в частном двухэтажном доме. Бұл үй, этот дом, кең, просторный, жарық, светлый, және жайлы, уютный. Бұл үй кең, жарық, және жайлы. Этот дом просторный, светлый и уютный. Қонақ бөлмесі, гостиная, ас үй, кухня, және кабинет и кабинет бірінші қабатта, на первом этаже. Қонақ бөлмесі, ас үй, және кабинет бірінші қабатта. Гостиная, кухня и кабинет находятся на первом этаже. Мұнда, тек, здесь всего, 3 бөлме, 3 комнаты. Мұнда тек 3 бөлме бар. Здесь всего 3 комнаты. Ең кең, самое просторное, бөлме, комната, қонақ бөлмесі, гостиная. Ең кең бөлме, қонақ бөлмесі. Самая просторная, гостиная. Ортасында, посередине, диван тұр. Стоит диван. Ортасында диван тұр. Посередине стоит диван. Оның қасында, возле него, сопақ, овальный, кілем, ковер, жатыр, лежит. Оның қасында сопақ, кілем жатыр. Возле него лежит овальный ковер. Диванға қарама қарсы, напротив дивана, теледидар, телевизор, ілулі тұр, висит. Диванға қарама қарсы, теледидар, ілулі тұр. Напротив дивана висит телевизор. Терезенің алдында, под окном, журнал үстелі тұр. Журнальный стол стоит. Терезенің алдында журнал үстелі тұр. Под окном стоит журнальный стол. Ас үй, кухня, қонақ бөлмеге. Қонақ бөлме, гостиная. Қонақ бөлмеге қарағанда, по сравнению с гостиной, кішірек, меньше. Ас үй, қонақ бөлмеге қарағанда, кішірек. Кухня меньше гостиной. Оның панорамалық терезесі, в ней есть панорамное окно, және террассаға шығу жағы бар, и выход на террасу. Оның панорамалық терезесі, және террассаға шығу жағы бар. В ней есть панорамное окно и выход на террасу. Бұл бөлмедегі, в этой комнате, жиһаздар, мебель, ықшам, компактная. Бұл бөлмедегі жиһаздар ықшам. Мебель в этой комнате компактная. Ас үй, кухня, ас үй жиһазы, кухонный гарнитур, есіктің сол жағына, слева от двери, орнатылған, установлен. Ас үй жиһазы, есіктің сол жағына орнатылған. Кухонный гарнитур установлен слева от двери. Менің кабинетімде, в моем кабинете, жазу үстелі, письменный стол, шағын диван, небольшой диван, кітаптарға арналған сөрі, полка для книг, және кресло бар, и кресло есть. Менің кабинетімде жазу үстелі, шағын диван, кітаптарға арналған сөрі, және кресло бар. Бөлмедегі терезе, окно в комнате, үлкен емес, небольшое. Бөлмедегі терезе, үлкен емес, окно в комнате небольшое. Диван,
терезенің оң жағында. Справа от окна. Тұр, стоит. Диван терезенің оң жағында тұр. Диван стоит справа от окна. Қасында, рядом, кітап сөресі, книжная полка, орнатылған, установлено. Қасында, кітап сөресі орнатылған. Рядом установлена книжная полка. Қарсы жақта, напротив, үстел. Стол, кресло, кресло, бар, есть. Қарсы жақта үстел мен кресло бар. Напротив, стол и кресло. Екінші қабатта, на втором этаже, 3, ұйықтайтын бөлме, спальни, дәретхана, уборная. Екінші қабатта 3 ұйықтайтын бөлме мен дәретхана бар. На втором этаже находятся 3 спальни и уборная. Барлық, во всех, демалыс бөлмелерде. В комнатах для отдыха. 2 орынды, двуспальные. Кереуеттер, кровати. Бар, есть. Барлық демалыс бөлмелерде 2 орынды кереуеттер бар. Во всех комнатах для отдыха стоят двуспальные кровати. Бір ұйықтайтын бөлмеде, в одной спальне, үлкен биік айна. Есть трюмо, мен и тартпалы аласа шкаф тұр. И комод. Бір ұйықтайтын бөлмеде, үлкен биік айна мен тартпалы аласа шкаф тұр. В одной спальне есть трюмо и комод. Бұл жиһаз, это мебель, кереуеттің қарама қарсысында, напротив кровати. Жақсы, хорошо, көрінеді, смотрится. Бұл жиһаз кереуеттің қарама қарсысында жақсы көрінеді. Эта мебель хорошо смотрится напротив кровати. Қалған 2 бөлмеде, в остальных 2 комнатах, киім ауыстыратын бөлмелер, гардеробные. Бар, есть. Қалған 2 бөлмеде киім ауыстыратын бөлмелер бар. В остальных 2 комнатах обустроены гардеробные. Дәретханада, в уборной, үлкен ванна, большая ванна, қол жуғыш, умывальник, айна, зеркало, және зат қоятын шкаф. И шкаф для вещей. Бар, есть. Дәретханада үлкен ванна, қол жуғыш, айна, және зат қоятын шкаф бар. В уборной есть большая ванная, умывальник, зеркало, шкаф для вещей. Маған, мне, қабырғада, на стене, ілулі тұрған, который висит, дөңгелек, круглый, айна, зеркало, қатты, очень, сильно, ұнайды, нравится. Маған қабырғада ілулі тұрған дөңгелек айна, қатты ұнайды. Мне очень нравится круглое зеркало, которое висит на стене. Жуынатын бөлме, ванная, жуынатын бөлменің жанында, возле ванной, жұмсақ, мягкий, кілемшек, коврик жатыр, лежит. Жуынатын бөлменің жанында жұмсақ кілемше жатыр. Возле ванной лежит мягкий коврик. Барлық, во всех бөлмелердің төбесінде, во всех комнатах на потолке люстралар ілулі тұр. Висят люстры. Барлық бөлмелердің төбесінде люстралар ілулі тұр. Во всех комнатах на потолке висят люстры. Терезелерде, на окнах, перде немесе жалюзи жоқ. Нет штор или жалюзи. Терезелерде перде немесе жалюзи жоқ. На окнах нет штор или жалюзи. Маған, мне, күндізгі жарық, дневной свет, ұнайды, нравится. Маған күндізгі жарық, ұнайды. Мне нравится дневной свет.
Достар, если вам видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь. Рахмет. Сау болыңыздар.